Barı gerek. Және әйел кісі өзіні сондай таза ұстау керек, өзін сондай таза ұстау керек. Әйелі, яғни күйеуі әйелін көрген уақытында жеркенбейтін дәрежеде болу керек. Бір қарасаң, шашы тоқым болып кеткен ғой, тоқым. Шашын тарамайды. Бүйтіп алады, бір бәлен тығып алады. Индейстердің қатындарына ұқсап алайып. Енді ол тойға баратын кезде көрсең жынды болып қаласың ғой. Қаяққа кетіп жатыр деп түсініп қаласың. Су қаяққа кетіп отырмын деп ойланып қаласың да. Бірақ оны ойланатын милау еркек жоқ та ол. Көз алдында ыбырсып жүрген қатындар жыртық штандарды киіп алып, жыртық әскерлерді киіп алып, алдында мұсыр болып жүрген қатыны тойға, бешірге, біреудің үйіне баратын кезде ауыздарını неше түрлі гимнасткалармен бояп, шаштарını неше бір әдемілеген көр. Бұл қаяққа кетіп жатыр деп ойлайсың. Сонда сұраш, кімге көрініп кетіп жатсың? Әйел кісінің ең әдемі болып көрінетін уағы өзінің күйеуінің алдында. Әйел кісіге тар нәрсе кию болмайды, бірақ күйеуінің алдында болады. Өзінің күйеуінің назарын тартуға, өзінің күйеуінің махаббатын ашуға, әдемі әтерлерді сеуіп, шашыны жақсылап, тарап, жуынып, әппақ болып. Күйеуінің алдына шықса, бұл сол әйел үшін сауап болады. Сол әйел үшін өте үлкен сауап болады. Қарың? Үйіне келсе қараса, шашын бәрі тозып кеткен. Өңкей жыртық-быртық нәрсе киіп жүреді ғой, сол үйде ше, кейбір қатын нәрсе. Соны көрген уақытта ана еркектің аппетиті өледі ол ше. Сыртқа шығатын болса, қарасаң бір әйелдер ана жүрген кезде бөкшесі ар жаққа 1 метр, бер жаққа 1 метр жүргенін көріп тұр, аузынан су ағып. Сол қатынды үйіне барып көр, сол қатын сенің қатыныңнан бәттер шашы тоқым болып жүреді оның. Біздің әйелдер көбірек көшеде жүруге әдеттенген, көшеде үйге жоқ қарамайды. Астағфирулла, бір үйге барып қалдым. Әбетте, яғни сол әбет уақытында. Жаңағыны қарып, оны мен жақсы білемін. Үлкен жұмыста істейтін әйелдер жаңағы. Үйіне барып қалып, шықты, көзін бәрі ісіп, қабағы ісіп. Ана шаш құдай біледі, неше жыл таралмағанда. Қарап тұрдым да, саламаса. Мен шаржымайдым. Әйел кісі бар ма, өзіне қарау керек. Әйел кісі күйеуіне сондай жақсы жағымен қарану керек. Таранып, таза жүру керек әйел кісі. Қарың, мұна үйленбеген жігіттер, сол келешекте үйленетін келіншектерді жақсылап, ислами түсінігі бар адамды алуға әрекет қылу керек. Ана түсінігі жоқ қатын бар ма? Оны өлтірсең түсінбейді, оны өлтірсең де түсінбейді.